Әртүрлі бір той жиындарда, бас қосуларда жігіттер бір жиі болып тұрамыз ғой, Құдайға шүкір. Сол кездерде бір байқағаным, бір елді де жалт-қаратып, жұртты да бір ұйытып әкетіп, екі жасқа да бір өнегелі сөз айтатын бір жігіттер де, бір жігіт ағалары да өкінішке қарай тым некен-саяқ. Сондағы айтатынымыз сол, құдалар Шымкент жақтан екен, екі жас бірін-бірін тапқан екен, екі жастың себепкерлігімен ғой осы бір бас қосып отырғанымыз деген сияқты елдің бәрі онсыз да білетін ақпараттарды сол айтып малтамызды езіп отырамыз. Олай болмайды жігіттер. Әлгі сөйлей беретін адам көп, сөйлей білетін адам аз деген сияқты жөн сөйлеуге, орнымен айтуға, үстінен түсуге, дөп сөйлеуге, тіпті сұрақты да дәл қоюға дағдылануымыз керек. Бұл қабілет, дұрыс сөйлей алу қабілеті тек бір ол тойда тост айтқан кезде ғана керек қабілет емес. Өмірдің кез келген саласында елмен коммуникация, қарым-қатынас құрған кезде ең керек навыктардың бірі. Әлгі Мұхамеджан ағамның бір айтатын сөзі бар еді, сөздің майын тамызу үшін жігіттер көздің майын ағызу керек деп. Енді бүкіл кітапты, әдеби кітапты адақтап оқып шығу мүмкін емес шығар, бірақ ораторлық курстарға, шешендік өнер курстарына жазылып, дұрыс сөйлеуді, орнымен сөйлеуді үйренейік жігіттер. Өзімізге жасаған бір жақсылығымыз осы болсыншы.